Видео басталмай тұрып сіздерге әлем тарих арнасын ұсынамын. Бұл арна тарих жайында кез келген видео түсіреді. Сілтемесі төменде. Сәлем достар. Біз өмір сүріп жатқан ортада басқа тіршілік иелері бар ма деген сұрақты бір сәт болсын ойлап көрдіңіз бе? Сізбен бірге дұрыс қадам арнасы бүгін өзге ғаламшарлықтар жайлы айтатын боламыз. 2014 жылы Чикагодан Жапонияға дейінгі 100 деген адам ерекше құбылыстың куәгері болды. Аспанда ұшып бара жатқан отты шарды көрген. Бұл метеоритті арнайы қоғамдастық ондаған штаттан шамамен 400-ден астам куәландыру алды. Дәл осы уақытта күншығыс елінде де бұл метеорит көрінген. Осы оқиғада бір сәйкестік байқалды. Бұл оқиға әйгілі америкалық ғалым Бойд Бушманның мақаласы жарық көргеннен кейін ертеңіне орын алды. Ал бұл ғалым өмірінің соңында өзге ғаламшарлықтардың бар екендігін айтып кеткен. Бушман өзге ғаламшарлықтарды өз көзімен көргенін айтып, оны сипаттап берді. Тіпті суретін де салған. Бойд Бушман өмірінің соңғы күндерінде жарты сағаттық видео жасаған. Ол ғаламторға салынған, бірақ оған белгісіз ұшу нысандары көрінгеннен кейін ғана назар аударылды. Бейнежазбада ғалым өз есебін қызықты оқиғалармен толықтыра кетті. Оның айтуы бойынша Бушман өзге ғаламшарлықтармен жеке кездескен. Және оларға өздерімен бірге бейне камера беріп жіберген. Өкінішке орай олар оны қайтарған кезде жап-жарық кадрлар ғана болған. Профессордың айтуынша, олар 200 жылдан астам уақыт өмір сүреді. Омыртқаның орнына оларда 3 шеміршек болады. Адамға қарағанда олардың қабырғасы едәуір аз. Есесіне олар адамның ойын оқи алады. Олардың бойы 1,5 метрден аспайды. Саусақтары мен бақайлары адамдыкімен бірдей, бірақ тым ұзын. Ал мұрны мен көзі біздікіне қарағанда өзгеше. Әрине, ғалымның айтқан сөзін есінен ауысқан ақсақалдың мылжыңы деп қабылдауға болады. Және көпшіліктің солай қабылдағаны анық. Бірақ осылай ойлауға бір кедергі бар. Бойд Бушман ғылыми ортада өте үлкен құрметке ие адам. Оның осы уақытқа дейінгі барлық тұжырымы дұрыс болған. Ғалымның өзінде бірнеше патент бар. Сондықтан да ғалымның сөзі мылжың болуы мүмкін емес дейтін адамдар да бар. Әрине, бұл ғалымның сөзіне сенуге итермелейтін жалғыз себеп емес. Видеоның басында айтқан Бойд Бушманның видеосын ғаламтордан не үшін өшірді? Ресми себеп авторлық құқықтарды бұзған. Алайда басқа да нұсқалары бар. Өз сұхбатында ғалым өзге ғаламшарлықтармен база 51-де жолыққанын айтты. Ал база 51 көптеген құпияларды жасырып отырғанын көбіміз білмейміз. База 51-де қару-жарақ жүйелері мен ұшу аппараттары сақталады. Оның айналасындағы жолдар жабық. Оның барын мемлекет құпия ұстаған. Және 2000 жылы әрең дегенде мойындады. Мемлекеттің база 51-ді құпия ұстауы база 51-де астыртын әрекеттер болып жатыр деген өсектің таралуына әсер етті. Ғалым өз видеосында база 51 жайында айтып өткендіктен, оның видеосы ғаламтордан алынып тастауы мүмкін деген тұжырым бар. Бушманның сөзіне сену-сенбеу әркімнің өз еркі. Дегенмен, 2013 жылдың жазында сыры ашылып келе жатқан база 51 2014 жылдан бастап қайтадан аса құпиялы деген санатқа жатқызылды. Ал сіз өзге ғаламшарлықтардың бар екендігіне сенесіз бе? Өз ойыңызды пікір алаңына жазып кетіңіз. Видеоны лайк басып, біздің дұрыс қадам және дұрыс лайф атты екінші арнамызға жазылып кет. Ал егер мына қоңыраушаны басатын болсаң, біздің ендігі видеоларымызды жіберіп алмайсың. Бүгінге осы, келесі видеода кездескенше.